Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Сіздерге ұсынатын тағы бір бейне ролигім бар. Өздеріңіз байқап отырғандай, суретте кілең Жамбыл жерінен шыққан ардақтайтын жампоздарымыз. Мен тұратын ауданда жиі кездесетіндіктен, бұлар әрдайым ары өткен бері өткен сайын жолда мен мұндалап алыстан көрініп тұратын суреттер. Сондықтан да болар, мынау Тараздан, мейлі Тараз кейінгі аты ғой, Жамбыл атамыздың бейнесі, одан кейінгі тұлғаларды үлкен 5 қабатты үйлердің бір жәнінен салынған сурет бейнелерді мурал деп атайды екен. Әрқайсысының имандары саламат болсын, аталарымыздың өзіндік орындары бар кісілер ғой. Кейінгі 2 жас спортшының да суреті болғандықтан, бұлар да мақтанышымыз болғандықтан сіздерге ұсынайын дедім. Сіздердің ауылдарыңызда бар ма бұндай суреттер, жоқ па? Мен мұндалап көрініп тұрады, көре сала көкіректе сондай бір мақтаныш сезімін тудыратын тұлғалар. Осындайда ойға оралатын ауылдың азаматтары жайлы 1-2 ауыз өлең айтқым келіп отыр, оқып бергім келіп отыр. Сол Жамбыл атамыздың артықша туған азамат деген өлеңінен үзінді оқып берейін. Жігіттіктің кезінде жігерлі болса ер болар, тұрмаса жігіт сөзінде нәсілі оның кем болар. Қажырлы болса майданда халыққа сөзі ем болар, ел үшін туған ерлердің алдарты дария кең болар. Бірлігі кетсе ағайын әркімдерге жем болар, білімсіз болса жолдасың қылған қайырың сел болар. Артықша туған азамат халыққа үлкен бел болар, серт адамды байлайды, ер жігіт серттен таймайды. Өршеленген кезеңде өлімді кім ойлайды, жігер болса жігіттің орындамай қоймайды. Атқан оқтан қайтпайтын, өтірік сөз айтпайтын, кезеңді жерде кез келіп, қорқып тізгін тартпайтын біздің Жамбылдың жігіттері. Жастарға үлгі болсын, ойлана жүрсін деген оймен сіздерге ұсынған едім. Енді бір ауыз Бауыржан Момышұлы атамыздың қысқа да нұсқа өлеңі бар екен. Ер жігіттен не пайда? Ел күйзеліп, жер күйіп, отанға дұшпан тигенде, айғыр мініп ат ерттеп, жауға қарсы бармаса, қолына найза алмаса, адал ұлдан не пайда? Ер намысын қолға алып, қару-жарақ тағынып, тәуекелге бел байлап, атаның жолын қумаса. Батырлықтан не пайда? Байымдап жұмбақ шешпесе. Батылдықтан не пайда? Екпіні желді еспесе. Тегеурінді ерлерден тең достарын ертпесе. Қазулы орға құламай, қақпанға аяқта қақтырмай, дұшпанға ізін таптырмай, қабат қамауды. Қақыратып өтпесе, қуаты мен қайраты желкесін жаудың кеспесе, ұжыт қандай бүлдіріп, жаудың сағын сындырып, сілтіде ішіп, іштен тындырып, жүрегін шұрқ-шұрқ етпесе деген екен.